Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli ko'rsatuvimizning ixlosmandlari. Didar nesib ko'rsatuvi yana de sizlar bilan. Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun yana de sizlarning payızlı şаңарaqlarыңызda mehmondamiz. 1 aprel kulku kuni. Bu kunda turli mamlakatlarda turlicha belgilab o'tadi ekan. Bizning mamlakatimizda de bu kunda xalqimiz ko'tarinki ruhda belgilab o'tadi. Осы сәнеге бағышлап Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық сазлы театрының жемісі қызмет етіп атырған бір қатар актерларды мұрат еткенбіз. Олар менен Дидар несіп етіп ұшырасып отырмыз. Демек, олар менен таныстырып өтсем, Гүлсара Жұманиязова Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Алпысбай Аманиязов театр актері. Алтынай Бердібаева театрда актрисаларының бірі. Сағынбай Айымбетов театр актері. Демек, азиз телетомошабинлар, өздеріңіз көріп отырғандай, меймандарымызды қош келіпсіздер дейміз. Меймандарымызға сіздерді бүгін студиямызда көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Әлбетте, халқымыз күлкі күні сіздерді көргісі келеді, һәм көріп қуанады деп ойлаймыз. Әлбетте, Замира білесіз бе, міне Гүлсара апамызды халқымыз жүзді жақсы таниды. Азыр экран арқылы көріп, Гүлсара апамыз шықты деп отырған болса керек. Гүлсара апамыз бүгін 60 жаста болуына қарамастан халқымызға мектеп оқушысы сыпатында образ жаратып, есінде қалған да. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Енді көрсетуімізді басламастан алдын, азыр мінеке экранға жүзденсек те, Өмірбек һәм Тасшадан бір үзінді көрініс тамаша етсек, соң сәубетімізді давам етсек. Әлбетте, бұл театрдың жемісі. Әлбетте. Мархамат. Hadi oynayın. La baksana ayağına yapmadı. Apa. Emmeci mi? Emme. Aynen. Aynen. Karakan düşsün. Ne baksana. Ne baksana. Şimdi emme. Ne dediğinde koyup bir su bir dese bile bak. Buna karanlığa ne kaçıp kaldı o ya. Yürek dedi. Gördü yürüyenler gördü. Onunla üstte kiyucunun kepinleri de karamaysa bak. Mangur. O bir durusrak, uzdurak işler kesin olmayı ne yaptılar? Kiyucunun damballıyorum lan. Bakırını mı? Aşın gelse mına da şişti. Koy. Aynen yapma bana koy. Ya bana. Koy yıkılay gibi. Ay koy. Koy. O mınav şıkırmağa çıkadı o şıkırmağa. Ay şıkırma kesekten asla kaldım. La bak! Berman gel. O Berman geldi bana. Ne kıldınız? Akkuşların boşu tavustunuz mu? Ava? Aha! He. Ya bana kavap püsüğüne. Akkuşların boşunu hemmesi kavap püsük ben. Ya bana bazar boldağı. Tez pişikaysan da tez pişiktir he. Kıtıklaşma oysun bak, kıtıklaşma. Ya senin de Allah Ay, o ben demez. O men demez. O Ömürбек ben. Hazır Ömürбек gelir. Men onu kıtıklayım. Ha sen de başına kıtıklay bir yaxşı mı? Yaxşı. Мәңгүр, және meni kıtıklap жүрme yaxşı mı? Yaxşı. Assalamualaikum, bayata. Aleyküm assalamualeykum. Kel, Ömürбек kalan. Kiyatırman bayata, kiyatırman. Sizde dım көргім келіп сағынып кеттім bayata. Aynen soğudan oynan. Kel, otur Ömürбек'ten. Osu Ömürбек. Osu seni күннен күнге жас көріп баратырмады. Osu өзімнің баландай еркелетіп, ойнан келеді. Лабақжан, бермек кебейсен бе? Тезірек бол. Дем ойнан келеді. Лабақжан, Ömürбек. Ömürбек. Birga
кечээкте тамаша эткендей бир кайталанбас роллер да, такрарланбас. Әлбетте, міне сол театрдың өлмей тоғын, сол хәзілге, юморға бай спектаклінен үзінді тамашалап алдық. Бүгінгі күнде де халқымыз бұл спектакльде ойнаған үшлікті өздерінің атларыменен емес, осы спектакльдегі атларыменен атап келеді да. Бүгінгі күнде де сондай хәзілге, юморға бай театрда спектакльлер бар ма? Мен ойлаймын, бұл спектакльді көріп, халқымыз бір жүдә бір зауық алды, бір өлмес шығармалар бұлар. Театрдың репертуарында да қалған, Кеңесбай Рахмановтың «Ынжықтың мұхаббаты», Баймат Мұраттың «Өрбек Амташша» спектакльлері, бұлардың екеуі де Ташкентте жазылғанда бүйірді. Соң үшінім ояққа барған уақытында, біздер планнан тысқары болып барған уақытында, бұлар біздерге архивімізде қалған. Бұл халқымыз үшін бір үлкен олжа. Себебі бұда ойнаған актерларымыз әрқайсысы өзі рөлден, өзіңнің рөлің болса ғана халықтың кеуілінен шығасың. Бұл рөллер өз-өзіне түскен. Мәселен, Маржан апа сол жасына қарамай, біздің Базарбай Назарымбетовтің кемпірінің рөлін атқарып атырыпты. Бәрі бір-біріне сай түскен үшінім рөлде түсу керек та. Һәм комедия жанры бұл жанрлардың ішіндегі ең қиын жанр. Себебі сен өзің миық тартпастан халықты күлдіруің керексің. Бұның ішіне өзің кіріп, образбен жасамасаң, халықты күлдіру дегенім аңсат емес. Енді бүгін 1 апрель күлкі күні деп атырмыз. Біздің халқымызға да бір жақын жері бар деп ойлаймын. Себебі біздің ата-бабамызда хәзіл дәлкеклер болған, жеңгелер менен бекешілер, қайынлер, оның қаса айтысларымыз бар біздердің, фольклорымыз бар ғой, неше томдық. Солардың ішінде айтысларымыз бар. Осы Өмірбек Ташша да, «Ынжықтың мұхаббаты» да, басқа барлық өзіміздің авторларымыздың жазған шығармаларының бәрінің ішінде өзіміздің хәзіл дәлкеклері, ұшырма сөзлері кірген үшін біз халыққа жақынлауда. Соның үшін бұл спектакльлерді қайта-қайта көрсете, әзір көріп отырсыздар, жүдә бір таптаза емес, бірақ сонда да ұсынам елі қанша көрсетсе, сонша халқымыз жақсы көреді да. Көрген инсанам жалықпайды да. Себебі әзір менің көріп жасылығым сиядымызға түсіп отырыпты, мағанам сол Маржан апаға қасына дублер қылып берген, бірақ қытықлайтын кезде жас уағым келген уағым. Қытықлағанды бәрі-бірін біз ерсі көреміз ғой, қыз бала. Сол қытықлаған жерінен қашып, сол Маржан апа дублерсіз ойнаған соны. Мен қасына қойған бүткеріп келген уақытларымыз болған неше жыл болды. Әзір о уақытта туылған қызлар, жігітлер, азаматтылар болған. Енді бүгінгі күнде бұл актерларымыз әлбетте құрметлі демалыста. Демалыста емес, әзір сахнамызда бұлар. Әммесі әзір ұстаз актерлар болды. Енді бәрібір де бұл рөллерді олар қайтадан атқарған менен жас уақытындағыдай болмайды ғой. Сол емес пе? Жас уақытында себебі таза қан құйылып тұру керек деген сөз бар ғой театрға. Театрда спектакльлер, мәселен, қазір қайта қойылса да болады сол спектакльлеріне. Себебі ол біздердің өзіміздің қанымызбен қасып кеткен сөздерменен, ұшырма сөздермен қойылған спектакльлер. Соны кейінгі шәкіртлерімізбенен кеше енді «Ынжықтың мұхаббатын» Өмірбай Қосымбетовпенен Құрбанбай Каландаров қайтадан қойды ғой. Ішінде ойнаған балаларымыз бар, қызларымыз бар. Қайта қойды. Бірақ біздерде бір әдет бар, алдыңғы көргеніне соны көргендей болмадық деген сөздерім болды. Бірақ ол бәрібір ол қате нәрсе. Себебі әр актер өзі ойнайды, өзі атқарады. Һәм және сол әр заманына сай болады да. Мәселен, сол уақыттағы дәуірменен мына дәуірдің арасында айырмашылығы болады. Тамаша көйлер тәріпте де һәм атқарушы актерлар тәріптен өзгерістер болады. Себебі ол заманына келтірмесең, бәрібір бұрынғы немен қоя алмайсың ғой. Соның үшін келген уақытында ол сол кейінгі қойғанымыздан біздің халқымыз жақсы қабыл етті, райондарға барып қойды. Міне жас болуына қарамай Өмірбайдың рөлін Құдиярды ойнады. Біздің шәкірт отыр Алтынай, менің семіз қызды Айжамалды ойнайтын едім, соны ойнады Алтынай. Халық жақсы қабыл етіп жатыр. Мен ойлаймын, бұндай өлмес шығармаларды сахнаның репертуарына жүргізіп қойса да, біз халықты жалықтырмаймыз. Соның үшін сондай жақсы шығармалар болса, театрымыздан бір халық үшін бір жаңалық істеген болады. Халқымыз бұл спектакльді көріп отырып, көпшілік көрсетулерде шығатығын осы актерлар, енді театрда бүгінгі күнде басқа дөретпелер жоқ бекен деп те ойлап қалуы мүмкін да? Біздерде архивте спектакльдер жоқ. Мысалы, айрым актерларды тамаша көйлер танымайды.
Себебі сондай телевидение жазып алу деген уақытлар болмағанда тамаша көй кірмейді деп спектакльдер жазып бермеген. Кейінгі уақытта әзір өздеріңіз гуассызлар, спектакльдеріміздің санаулысы ғана сіздердің архивіңізде. Енді солардан бір жумақ шығарып, бүгінгі күндегі спектакльлерді жазып қою имканияты жоқ па? Жазып қою имканиятлары енді болып жатырыпты. Қазір спектакльлеріміздің премьераның уақытында дәру жазып алып жатырыпты. Қала берді біз халқымыздың сұраулары бойынша сауға программасын істейміз. Жаңа жыл сауғасы дейміз. 8 март аял қызларымызға сауға дейміз. Осы қысқа болса да халыққа бір рухи азық беретін көріністерден ібарат бұл шоу программада халық үшін керек деп ойлаймын. Себебі халықтың әмме жұмыста шаршайды, келген театрға келгеннен кейін бір шаршағанларын шығарып, рухи азық алып, мәдени дем алып қайту керек қой. Енді Гүлсара апа орында және бір сұрау келіп туылады да. Сол сіздер мінекей Өмірбек әм Тазша, Ынжықтың мұхаббаты, сондай сол уақытлары тезлік пенен ізбе жақсы спектакльлер шыққан. Сол уақытта осы комедия жанрындағы спектакльлерді сценаристеріміз жазған. Бүгінгі күнде не үшін азайып кетті бұндай спектакльлер? Не үшін шықпай жатырды деген сұрау келіп болады. Я сценаристлеріміз жетіспей жатыр ма? Біздерде театр үшін драматургтер жетіспейді ғой. Әсіресе қазір ең ауыр болып тұрған түрі де айтып жатырмыз ғой, комедияны ойнауға мансат емес. Комедия жанрын жазып жатырғандар жоқ та. Драма болып жатырыпты. Мәселен, кеше жақында қойылып жатырыпты. Өзіміздің милли Әжінияз Исмаиловтың кеше тербенбес жүректерін қойды. Драмалар қойылып жатырыпты. Бірақ комедия жанры бұрын бір уақытлар театрымыз музыкалы, комедиялы театр деп қойылған да аты. Әзір сол алынып қалды. Соны кейде ойлаймыз, комедияларды қойып, сол статустан қайып тікілеу керек деген нәрсеге де келеміз. Себебі біздің театрымызда күшіміз жетеді. Комедия ойнау үшін, драма себебі көп жанрлы біздерде операда қойылып жатыр, балеттан қойылып жатыр, музыкальный драманың өзі қойылып жатыр. 3-4 комедияны артистлеріміз бар, қолынан келеді, комедиялардан шығарып, халыққа жаңалық етеміз деген үміттеміз. Сәубетіміздің арасында айтып өткендей, жастарымыз бүгінгі күндегі актерлар спектакльлерді жаңалап ойнап атқарып жатырыпты деп, Құдиярдың рөлін мінекей Алпысбай атқардың. Қиыншылық тудырмады ма? Енді өзіне жараса қиыншылығы болады ғой. Образ үстінде істеп жатқан уақытта бәрібір Өмірбай ағаның ойнағанын көз алдыңа келтіресең, не қыласың, сонымен ұқсас болып кетпеу керек. Енді алатын жерлерін аласың, сонда да бір басқаша қылып сәл өзгертіңкіріп істеу керек. Енді өз шеберлігіңменен атқарып, ұстазларымыз Өмірбай аға Қосымбет, Құрбанбай аға Қаландаровлар өз жәрдемдерін беріп, аямай айту сол Құдияр образын алып шығуға көптен көп жәрдем етті. Хақиқатында да халықты күлдіру бүгінгі күнде қиын, аңсат емес та. Көрсетуді таярлау барысында мен театрдан хабар алып, театрдың өмірінде осындай жақсы спектакльлер болған. Бүгінгі күнде де қолға ілер театрда спектакльлер бар ма? Күлкі күніне бір көрсету таярлайық деп барғанымда, сол спектакльлердің жазып алынған түрі жоқ екен. Театрдың сауға репертуарлары бар. Халық дем алып, күліп қайтып атырыпты. Бұрын енді дұрыс, жаңа Гүлсара апалар айтып жатқан ол комедия, спектакль өзінің дәуірі болғанда енді тамашагерлерім. Кейін мына сауға шыққаннан кейін, шоу программалар, интермедиялар қысқарғаннан кейін соған беріліп кетті да адамдар. Қалсор КВН келтезатларға кетіп қалды қысқа. Енді олам ешкім. Бұрын біздер көрген КВНшілердің нелерінде азалтай да интермедия береді. Бауыдың ала таярлаған, беденсуларды азалтай күлетін екті. Азіргі КВНлерді ұлыма сөз азды. Одан кейін олам қысқарған ескеп, мына қазір мысалы Инстаграм вайнларға кетіп қалды. Қысқаларға кетіп қалды. Анекдотларға. Сен образ бере алмайсаң да бәрібір. Ал бірақ сауғаларда қанша айтқанмен бұрынғы нелерде біздер ойнады. Азғанда образ беріп ойнайсаң, қара сөзбеге не қыла бермейді ғой. Әзір енді сәл кеше 8 март көзалары сауғада ойнадық. Аз мысалға көрсең интермедияда біздер сеземіз да. Азғантай сөз мынандай драматургияда сөз қозғалды. Халық күлмейді. Ара зеріп кетіп жатыпты да. Қазір күлдіру қиын. Кіттай жайылып кетті ме? Ұйқылап қалады халық. Мен ойлаймын, мына шетелдік Европа мемлекеттері мектеплерде сабақлық қылу керек та. Драматургияны. Мына театральный нені бір санат байрамы дегенлер болатын еді ғой. Сол спектакльлерді халықтың сіңдіріп бару керек та жастарға. Мына театральный институт өздеріміз ашылды, санасына көтеріп солар театральный, музыкальный колледжге емес, орта мектеплерде сабақ беретін болу керек та. Мысалға Японияларда естуімше инструментлер жайып қоятын болғанда нота білмейміз. Мектептен нота білуді, кейін жағда ауыр спектакль пьесаларды, ояқларда сабақ қылып өтеді. Кейін сахнада сол мектеп оқушылар ойнайды.
Ол өзің ойлап көр, ол ертең мектеп университет біткергеннен кейін, сол затлар давам еткеннен кейін, ол экономист болғанмен ол артист болып келмейді. Бірақ ол қандай тамашагөй ол. Европаларда гамлетлерді өтеді да олар. Драматургия сабақ қылып. Олар ядлайды олар. Ал біздерде тамашагөйлер мысалға үлкен зеркерлі спектакль деп шығып кетеді ғой мысалға трагедиялы. Ал олардың халқы мысалға заманаугүйден көреді, классикадан көреді да. Сол үшін классикалық спектакльдеріміз, пьесаларымызды біз мектептерден, мына театральный институт біткеріп келген жас кадрларды мысалы драматургия бар ғой факультет, солар мектеплерде сабақ беру керек та. Тек театральный институтта емес. Дұрыс, енді театральный институтта кадр даярлау үшін ол таланттылар барады ғой. Бірақ біз халыққа соны тамашагөйлер үшін. Тамашагөйлер үшін. Ол тамашагөйлер болғаннан кейін олар шетелде мысалға Европа мемлекеттерде инстаграмдарды раважландырған. Технологияны раважландырып сол жақтан келді ғой. Бірақ олар онан алып барады. Жаңағыдай дискотекасына да барады. Керек болса өзінің классикасына да очередьпен керек болса билет таба алмайды дейді. Мысалы естіп жатырмыз Лондонда, Москваларда кезекпе-кезекне тамашагөйлерде сауат болады да. Егер тамашагөйлерде мысалға әзіргі мысалы алпамыз Айжинас операларды қойып жатырмыз. Раважланған мемлекеттерде тамашагөй қайтпайды екен. Сізде сондай ортаға алып тұрсын, біздерде мысалға кітап оқып бастаймыз біздер. Актерлар ізленіп бастайды. Тамашагөйдің қызығушылығынан келіп шығады болсады да. Ол актерлар ойнамай жатқан жоқ емес, ол актерлар ойнап жатыр. Әркімнің өзіне жараса ампуласы бар, мысалы комедийский болсын, трагедия болсын. Мен өзім қанша сауғада ойнағанменен, мен тамашагөйлерге айтам, көбірек спектакльге барың деймін да. Адамның ой-өрісі өседі ғой. Драматургтың өзі комик болу керек та ол. Гайдайлар мысалы фильмдер көрсең, мысалы Никулин, Вицин, Маргоновлар мысалға серьезный актерлар олар. Оның артындағы комик, ол Гайдайда ол. Ол режиссер, сол пьесаны жазушы, сол комик болу керек та. Сол мысалы Гүлсара апаға, Алпысбайға, алтынайға маған түсетін рөлдер береді да. Әлбетте. Мысалы, ал сауғаларда не? Әмме өзіміз жиналып, өзіміз тауып, өзіміз әрекет етіп жатқаннан кейін, әзірге халықтың сөзінен алғаннан кейін күлкілі болып тұрды да уақия. Сауғада сіз атқарып жатқан рөлді алайық. Әр сеансында сөздеріңіз өзгереді. Тура ма? Себебі қатып қалған сценарий жоқ бұл жерде. Еркін. Театрдың өмірінде Шамрат атамыз, Мырзабай Өтемесовлар, мәселен, олар да сол халықтың тұрмысынан дөретпелерін атқарып шыққан да сахналарда. Енді біз сонынан бір режиссерімізден өтініш етсек, соларды бір есілеп. Hayat degene tavşır bitti o işler. Ha. Pajmanдағы биік ешпісен? Гөнәжаптың ырашындай былқиған кім екен десем, сен екенсің. Іштерің бала шағаларың. Шырақ, әй биік еш. Onu жоқ шанаштай бетлерің тұржым болып кетті ғой әйі. Құдай. Өзің сүйіп қалеп деймегеннен кейін көшеде өткен еркектерден қызғанып күнде сабай берді ғой. Болмаса мен қыз болғанда қандай қыз болдым. Наз десең наз, сымбат десең сымбат. Ауылға келген уәкілдерге есі дәрді мен едім бұл. Бейкешай, айтарым бар ма? Біздер екеуміз бір ауылда бой жетіп отырдық қой. Енді міне бір-бірімізге бейкештесіп атқанымыз. Ол ауылда екеумізден шырайды нашар болмады ғой. Әсіресе жаушыларды айтпайсаң ба, ой. Түске дейін біреу, түстен кейін біреу. Ізі теқан екі ұстай. Әй, сол жаушылар алды менен біздің үйге келіп пісетіғына тауып бейкеш, я? Саған қарағанда мен етлі-телі болғасын, ертерек көзге түстім ғой. Құдайды өлімі келсін. Собая паңғылдақшылығы қалмақтау елі. Ау, келген жаушылар мұнағыз үйінде отырып та буазық сайды ғой деп қашасы қыледі. Құдайды өлімі жепті. Сені келген жаушылар сен ақында да не дегендім, мұна құлағымызбен естігеміз. Қойшы оны өзімем естіп жүрмем ғой. Әні қыз болса ұсындай болсын, ерлері қаймақтай, ауыздары оймақтай деп бәрінің уызы құрайтығын еді ау. Құдайды өлімінде айта бересің.
қамшының сабындай бір тұтам етіп, бұны не қыламыз деп жетіп отырған еді. Қызғанғанынан көремастығын айтып отырсам ғой. Болмаса ауылға келген Төрәмбет уәкіл бар ғой. Ана өзіме екен ғой. Жігіттің сұлтаны еді ау. Бәсіна пысындана бір ұрты томпайған галипей шал бар. Менің пысымда қадымғы балағы нақсы ұштар. Ізімнен еретсе жүреді. Мен болсам сірә қайырылмай бадау. Бөге кеште деді, радионың тойы болады екен, соған бар, менен бараман деді. Соған баратырман бейге жауып көрді. Полковниктің пенсиясы көп болады, тиі бар. Біздің шайрам сол жиналысқа келемен деп өйтіп Ой, бейгеші. Тас болмаса естен шыққан ең. Мына еді. Адамдардан бір-біреуден бір саққы зарайық. Қазір қасында шайнап отырамыз. Жауап, қамшы бішке кетісіміз жоққа шырағым. Мінекей ұстазларымыз бүгін күлкі күні деп жатырмыз, еслеп жатырмыз. Со Қаралпақтың нағыз әзіл-дәлкегінен дөреген ұстазларымыздың өзлерінің сахнада ұстап тұтуы, еркін сөйлеуі, өзлері сөйлеп тұрып, халықпенен бірге жасап жатырыпты олар, не? Солар біздің Қаралпақтың әзіл-дәлкегін жолға қойып кеткен ұстазларымыз. Менің өзімім келіп, бітіріп келгеннен кейін ұстазлармен қатар жүріп, ауылларға барып, оларменен бірге сахналарда жұмыс істедік. Солардың бәрі ядымызға келіп тұрыпты. Себебі біздің Қарақалпақ халқындай әзілкеш, бағанада айттым, жеңгеменен бекештің, қайынның, әзілің жараса атаңмен ойна деп айтады ғой, бірақ бәрі де орны-орныменен деп ойлаймын да. Соның үшін біздер халық ауызекі творчествосына бай адамлармыз. Соның үшін фольклорымыз, неше томлық фольклорымыз бар. Бар нәрселерді жақтыға шығарып, бірінші қадам басқан ұстазларымыз міне қазір өздерінің халықпенен сол мен ойлаймын бір юбилейдегі шыққан жері болу керек. Солардың шамалы шығар. Қазір мінекей театрымызда жақсы кадрлармен толып жатырыпты. Міне Сағынбайларды іздеп келетін тамаша көйлеріміз де бар. Неде отырған әрбірінің өзінің тамаша көйлері бар. Спектакльдерді репертуарға кіргіземіз, қоямыз деп мақсат етіп қойыппыз. Солардың ішінде ұстазымыз Нәжмәдина Сатпаев театрға келіп өздеріміздің фондымызда тұрған Сапарқожа Ниязовтың Сүймегенге сүйкенбе спектаклін әзірге заманауи қылып қояды деп қуанып отырмыз. Бұлан бір халқымыз бір жақсы жаңалық болады деп есептаймыз. Көрсетуіміздің және бір мейманы, осы театрдың актрисасы, халқымызға жақыннан таныс Алтынай Бердібаева да қатынасып отырыпты. Халқымыз тек спектакльдердегі рөлдері емес, видеофильмдер арқылы да жүзді жақсы таниды. Себебі телевидениеміздің режиссерларымен көплеп істеседі Алтынай. Әмде радиомызда Тікенек радио журналы бар. Ол жерде де актриса болып қатынасады Алтынай. Қош келіпсіз Алтынай. Рахмет. Күні менен ұстазларымыз айтқандай, Гүлсара апам бір жақсы сөз айтып кетті бағана. Әрбір актердің өзінің амплуасы бар. Сол бағана Інжіктің мұхаббатында Гүлсара апаның рөлін ойнап шықтым мен, Айжамалды. Бәрібір әр актер өзінің жеке өзінің дауысы болады, өзінің мастерствосы болады, сол өзінің шеберлігі деп айтылады ғой. Сол шеберлігі болады. Бәрібір ол Гүлсара апаға мен ұсатпауға әрекет еттім. Сол бірінші тапсырған күнімізде кеп құтылқылады. Мен өзім қатты қуандым. Мен қайдам қаншелі Гүлсара апаның кеуілінен шықтым, я мысалы халықтың кеуілінен шықтым, оны бір халқымыз өзі бақасын береді деп ойлаймын. Бірақ Гүлсара апаға ұқсатпауға әрекет еттім. Ешқайсы Гүлсара апанікіндей мен 90%, 80% Гүлсара апанікіндей қылдым деп айта алмаймын. Бәрібір сол кіті қашуға, ямаса ұқсатпауға әрекет еттім. Енді сауға мәселесіне келсек, бағана Сағынбайым айтып кетті. Дұрыс, халқымыз қазір жеңіл желпіге қатты көшіп бара жатырыпты. Бәрібір дегенменен театрға келіп спектакль көрген бұл өз алдына. Өз алдына бір зауқ алады. Өзіне бір эстетикалық жақтанам, этикалық жақтанам, бір рухи азық өзіне сабақ алады деп ойлаймын. Соң үшін тамаша көйлерімізге мен айтарым, сол спектакль кеп көрсе, сол спектакльден және де бір біздерге де бір
спектакльдерде көплеу біздер спектакльде ойнасақ, расында да сауғада емес, мен спектакльде көплеу ойнағанды қалаймын өзім. Хәтта режиссерларға да айтамын. Сауғада ойнаған рөллеріміз арқалы да кейінгі сауғада күтіп отырады. Тамаша көйлер. Ямаса шықпай қалсағам, қандайдыр бір себеппен шықпай қалсақ, неге жоқсыз деп айтады. Кейін ұстазларымыздың бір айтатын гәпі бар, өз сауғаның өзінің адамы бар дейді. Ойнап жүрген актерларменен ішінде басқа бір актерді қосып жіберсек, бұл актер алып кете алмайды. Тамаша көйден көп нәрсе аласаң. Ұстазларымыздан бері келатып, мысалы, сол Шамрат ата, Маржан апа, әммесі осы сауғада ойнап кеткен, солар біздерге бір текше қойып кеткен деп ойлаймын. Енді біздер соны елеге дейін мінекей давамшыларымыз, сол сауғаны елеге дейін апарып жатырмыз, жазып, ойласып, халықтың арасынан аламыз көбірек, сол халықтың ішінен аламыз, шаңырақтан, тұрмыстан аламыз, уақияларды алып, соларды топлап бір жерге жазып, соны сахнаға алып шығуға біздер әрекет етеміз. Біз енді қазір сол дәуір келді ғой деймін да, мысалы телевидениемен біз бірігуіміз керек та. Мысалы шаңырақ серияларды құрып тек қана біз спектакль шаңырақ серияларын ойнадық қой, қандай жасы. Қайтадан қойып еді тамаша көйлер, қазір көрдіңіз бе? Сағаны шаңырақта ойнады болады, алдыңғы ойнағандарымыз қайда ешкім бай ойнады, орыстың өзгем ойнады. Телевидение бірігіп, шоу концертлерді істеуіміз керек та біздер, спектакльлерді. Актерлар мысалға танылады. Мысалы, бүгінгі мына адамның лицесі бар ғой, қартаяды ғой, дұрыс емес пе? Жүзіміз қартаяды, сол жүзімізден пайдаланайық та. Жастарымыз келіп жатыр, біткеріп келіп жатырғандар, соларды түсіріп, тек қана сахнаны емес, теленовелла дегендер болады, мысалы Ташкенттерді көріп отырамыз. Біздерде создателер жоқ та, соны бір режиссер келіп, жаңағы телевидение режиссер келіп, шөлкемін өстіре емес, келіп сол біздерменен біргелесіп, сол мына театрдың мынандай уақытта сол актерлар пайдаланып істесек. Драматурглар жоқ емес, Кеңесбай Рахмаловлар енді 50 жылдардан келетін шығар мысалға, ондай тұлғаларына енді. Бірақ дегенменен соған қарап отырмауымыз керек та біздер. Әлбетте. Сол драматургия факультеттері бар. Қауендерліктер hem керек та біздерге. Мысалы шетелдерді қарап отырсаң, кинолардан қарасаң, қауендерлік жазып бастайды. Мысалы Ғарежетке де барып тақалады мысалға. Мысалы сен дүкандағы тұрған киім түспегенменен тіктіруің керек. Басқа бір фантазия дизайнер қызларымыздан бар біздің театрымызда. 1 апрель өзі күлкі күні ғой енді. Сол күні туылған мен өзімнің өмірлік жолдасымды құттықтап кетсем, 1 апрель күлкі күні туылған өмірлік жолдасым Рүстем Арзымбетовті туылған күнімен және бір мәрте құттықтаймын. Алдымызда аман болсын, денсаулығы бекем болсын, сол балаларымыздың рахатын бірге көрейік. Сон құттықтап кете жағадым. Әлбетте, бізде дөретушілік жамаатымызбенен Рүстем Арзымбетовті құттықтап қоямыз туылған күніменен. Біз неге тұр студиямызға мейманға шақырып едік. Енді себеплері болған шығар, келе алмай қалды. Енді сол жерде пайттан пайдаланып Алтынай бір нәрсе сұрағым келіп отырыпты. Рүстем Арзымбетовтың басшылығында өткен жылы Шамрат шоу студиясы ашылып еді да, көрсету даярлап едік. Биылғы жылы Шамрат шоуды біз көре алмай жатырмыз. Себеплері бар шығар әлбетте. Ғарежетке келіп тақалып жатырыпты қауендерлерге. Дұрыс шығаруымызға болады. Біз тайын есабында едік. Сағынбайменіміз бәріміз ойласып, біз тайын боп тұрыппыз, бірақ неге дұр бір-екі сондай бір себеплер шығып қалды. Рүстем азғантай бір науқасланын қырап қалды. Жазып, дерлік болып тұрып едік. Актерлар уақытында неге хақы сұрайды. Одан кейін біздер жазғаннан кейін айтып жатқанмын ғой. Бірге деп жатқам, қауендер керекті Ғарежетте мысалға әр түрлі мемлекеттің затларын ойнауымыз керек. Олардың киімдерін тіктіруіміз керек. Біздер тек ана бір костюм шалбармен квен деп кете алмаймыз да. Бәрі біз анаға кетіп қалғанбыз. Сол Шамрат шоу театрында әлбетте сіздер ағза едіңдер. Енді бағана квен дегенді айтып кеткен соң, квеннің 3-ші шарты ұсы, біздердің ұсы бір көрінісіміз. Солар 3-ші шартында ұсы көрініс тап шығады. Бәрібір қандай болғандайын бір сол ойнаған рөліңнің характерін ашып бере алмасаң, оның пайдасы жоқ деп ойлаймын. Біздерге расында да қауендер керек. Себебі біздер бәрібір сол актерларымызға да, ямаса қандайдыр бір грим жағынан, мінекей аренда, қайсы театрда асаған біз арендаға, бәрібір арендаға пұл ажыратуымыз керек. Енді ол бір таманы да. Және бір екінші таманы бар. Костюмлар тарапынан, костюм тігілу керек. Екінші тарапы бар, және қауендерлерді шақыру үшін, қауендерлер қызығып келу үшін соған лайық жемісім көрсету керек та қауендерлерге. Енді жеміс мынадайды, Рүстем, бағана сөзім қайталанады.
Енді қауендерлер алдын шамарат шоуларды бағында адамдар телефонға кетіп қойып еді. Телефонға кетіп қалды. Кеше мен бір тербенбес, одан кейін Бахадыр Азымбетов концерт берді ғой. Сонда көрдім халықтың бәрібір концертке, мысалы ортасында жүзде интермедия жоқ, бірақ халық көпті. Халық демек әзірге сахнада көрермендер сахнаға кетіпті театрға. Енді қауендерлер қорықпаса да болады, енді тамашагерлер театрымызға қайтып кетіпті. 1 апрельде қандай да бір сол күлкі туырлап интермедия сондай зат істеуіміз керек те ендігі жылдан былай. Сол негедір жойылып кетті. Демек, азиз телетамашагерлер, көрсетуіміз давам етеді. Қазір және мінекей экранға жүзденсек, сауғадан және бір үзінді тамаша етеміз. Соң көрсетуіміз давам етеді. Bir жылдығам демде өткен, е? Енді, е? Ой, бұл көзді ашып жұмғаша тойдан тарқаттық. Мінекі егізек ақылы болып атырмыз, Құдай-ау. Көз тимеген құдайым, көзден аман болғай. Сіздерге көз тимесін, сіздерге көз тимесін. Атаған етті Пешенбай, азам менің ерімді ойнады ғой мен. Не дейді ерімді ғой? Маға айтады, егізек сенің тұқымында бар ма, я қатының тұқымында ма дейді. Не деді? Айтып, менің өзім тұқымында бар деді. Не қылды? Сенің тұқымында сірә бір егізек бар ма? Сенің тұқымында бар ма? Ауа, Құдайға шүкір. Кім егізек? Қойшыдан, сен де бар шығар. Бар менде, 7 адамда егізек болған мен. Айтып берейін бе? Санап берейін бе? Нағара, бірінші адам Құралбай ма? Онdan кейін Оразбай, одан кейін Атабай, Атабайдан соң Үсен, Асан деген, Асаннан кейін Үсен, ондан кейін Жиенбай, Қошқарбай, Қошқарбайдан біз Қойлыбай туылдық қой мінеке. Қойшы, 4-ші Асан, 5-ші Үсен, қай ері егізек солар? Егізек солар ал. Қойшы, арасы үшші солар? Арасы үшші деп қасында болып бедік, солар танисам ба? Мен танымайма 7 адамда тығылетті қатында. Бүтірімін сәден ерімді ойнап. Ерді ойнама, өзің қояма атын құдаған әсің. Қойып бапсам, өзің қояма. Шөне деп қояп келсең. Не? Бірінші өзің атын жөнлесесің, яқшы ма? Алтын деп қояп жүда. Алтын затына сайымыз. Құлы құшты. Құлма демекті? Әсіңе? Жердің астынан неше жылдан кейін қазбасам, ал жалтырап тұра береді ол бақалтас құлы. О алтынға кәпім жоқ, ол жалтырап тұра береді. Бірақ сол жерге сені көмейік, 2 айда шірі білесің әді. Жоқ білесің. Шірі? Мама! Бәрдірәр, ексек, әкес. Қалайсыздар? Ақылықларыңызға ат таудым. Кім, қандай? Ұлдың аты Артем, қыздың аты Диана. Қараға бақша ат тұрып қалды ма? Қараға бақша ат тұрып қалды ма? Мен сібар ат қойсаш бір. Солай да мұнау. Мысалға менің әкемнің аты Қошқарбай, менің аты Қойлыбай, сенің аты Қозыбай. Доғамы ұрып бұл соңғы. Доғамы қайды соң. Енді Ешкібай деп қоймайды шығамыз? Текебай деп қойшеш. Сан бұлдамаса? Қойшай, хайуанның аты басып кетіп айдың шыр. Әкесі, атса, сол хайуанлардың арқасында адам болып атқан білесің бе? Сөйлеме, өзің қойман атын болғаны. Қойып бапса, табаншақ көз керейіп қой. Не бұдайды бұны? Қайтетсе әкеліп шақырып әлі қаша қойсың сен атта? Адам қасымаларына отырсақ берген, әкесі жаңыртып тұғы соған. Ал не қыласаң шақырып десем пәтия береді, пәтия деп қояды. Өлдік анекдотымызда майта алмай, ішімізге жатыр. Ола бешкеп майөкке шақырғанда өлейін бе бұлар? Ал майөкке неге шақырып десем пәтия береді, пәтия дейді. Қаяқты пәтиясы, қайда тағы базар қылып атың өндеттік айуаны. Тудырмайтын кезде егіз тудырып атың өндеттік айуаны. Өндік қой, ақ қой алмай атың өндеттік айуаны. Атың өндеттік. Болды. Баланың аты Сергебай, қыздың аты Серегүл болды. Сөйлеме. Ұлыма сөйлеме. Ой, мына үйдің іші сопаққа айланды ау. Аяқынсы мынауды құрқылдайды ұясынан бағыр бермей. Келіңіз орында көп салы телетамашагерлерімізден күтіп отырған болса керек Замира. Сонша белгілі актерлар, актрисалармен біргелікте сөйлесіп отырып, өздері бір кішкене болса да бір күлкі нәм етпеді ғой студияда отырып деп Гүлсара апаға және жүзіне жақпар. Енді әлбетте Гүлсара апамыз бүгін күнде 60 жаста болғанымен халқымыздың назарында көз алдында мектеп оқушысы.
образы менен таанылып калган. Гүлсара апа, келиң сол мектеп окуучусуна кайтсак. Алматыға барған жерімде сұраған. Менің өмірімде болған қызық оқиғалардан. Алматыға барған жерімізде 3-ші класс қыз келді ме дегенде, уақытта Нәжмәдинаға біздерге министр еді, Мұхаммединов. Сөйтіп бар дегенде, енді мен шығару үшін үстіме школьный форма тауып беру керек. Сөйтіп әр жерде іздедік, мына мектеп формасын, оны таба алмадық. Бірақ өзімнің осындай көйлегімменен шығып, ояқтағы халықпенен амалласып, ояқтағы балалардың қызықларын айтып, ояқтағыны ояққа келіп, халық сорайды екен. Мен шаршамаймын. Мен Андреева атындағы сейітшілік мектептің 3-ші классында сапаргүл саудагердің қызымын ғой. Кешеден мен каникулда отырым, сөйтіп томның алдында әйелдердің қасына барып отырдым да, ямау өсек айтады ол жаңағылар не? Болғанда айтады, болмағанда айтады, кіргенде айтады, шыққанда айтады. Жаңағылар не, әбетке де кезекілесіп шығады ғой. Сен барып кет, және бір зат болып жүрсе деді. Сөйттің лауып отырдым, кей жаңағылар не, скорый келді томға не. Сөйт бір ал, тамам болды, кеше пәліншенің күйеуі түні менен орым, скорый әкет бара тұрыпты деді. Соны жоғырайып барымда арыстаным скорыйға жаңағы мамасын сабатқан шығар дейді. Қаратып барсам, жаңа үйдің ақылы ауырған ғой жаңа не. Өсекті қарап бір үйді бұт-жыттын шығарайын деп тұрыпты да, соны үшін өсекші болмау керек. Біздің мамам не бұрын зат сататын еді, әзір оның бизнесіне жаңа магазинер көйіп кетіп жүрмей қалып болмаса насыбай, кола, әмін зат сататын еді. Жақсы болып тұрып еді, ұрлап жейтіндік арасында сатпайды оған не. Біздің мамам қосылады ғой. Біз үйде тек пенсия алған күні праздник қой. Папам мен мамамда не қыламыз деп қалады, бірақ та төзіліп қалады. Жаңа ана садақаға барайық, мына тойға барайық деп жүргенде кейіннен екі ұрысып отырады ғой. Сен кеше көп жасадың, сен қалдырмадың деп. Біз үйде сөйтіп отырады. Мама, папаларым сам аман болсын. Мен әмесі тамаша көйлерді әмесін жақсы көріп қаламан. Өсіргенім гүлменің тұр едің сасыбелеп, яң көйлек тіктілер, ай жаным байрамға. Пусида будет солнце, пусида будет небо, пусида будет мама, пусида буду я. Әмме аман болайық. Ай, рахмет. Тұрмыс тәшвиштерін ізіңе тасылап, келін болып, келдің орамал тартып, бір өмір жүріп, сен жуырып жүртіп, бір күн өзің үшін жаса сен аял. Аналарымыз, балаларымыз, еліміз, халқымыз аман болсын. Тыныштық елде күлкі жарасады. Сосын еліміз тыныш болсын. Сау болың, саламат болың дейміз. Ешқашан шаршамаңыз Гүлзара апа. Демек, азиз телетамашагөйлер, бізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жеткенлігін режиссеріміз бізге есептекте. Және де эфир арқылы көріскенше сау, саламат болың деп қаламыз. Келесі көрсетулерде ұшырасқанша аман болың азизлер.